ұттыңыз? Ең бірінші суммам шланг болған, ол кәдімгі стартовый болған. 16.800 теңге ұттым. Екіншісі ол товарный болған. Открыткасы ұттыңыз ба? Иә, открыткасы ұттым. 380 мыңға принтер ұттым почта қаласына. Пайда қанша? Пайда 110. Молодец, шикарно. Енді циновка мен открыт конкурсының қандай айырмашылық бар? Қай жақта конкуренция көп? Циновкада. Открыт конкурс аз ба екен? Аз. Мысалы, сіз қатысқан принтерде қанша адам қатысты? 2 адам. Не дейсіз? Көрдіңіз ғой? Көрдім. Өзіңіз көзіңіз жетті. 2 адам. Яғни открыт конкурста өзіңіз көріп отырсыз. Сіз және тағы бір адам. 20% түсіңіз. Егер циновкада 15-20 тендерге заявка берілсе, соның біреуін екеуін ұтасыз. Открыт конкурста кішкентай суммада 4-5-еуіне заявка берсеңіз, біреуін ұтасыз. Конкуренция айтқандай 2 есе аз. Ұнады. Жаңа достар таптым, жаңа таныстар таптым, өзімнің жаңа ақыларымды аштым. Енді көп нәрсе үйрендім. Тендер енді бастайым.